Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбетте, адам ораза ұстап келіп, енді ауыз ашатын уақытқа келген кезде әдеп сақтау қажет. Ол әдептердің бірі хадисте келгендей, менің үмметім жақсылықта бола береді қашанға дейін ауыз ашуды ертелеткенге дейін деп. Ертелету деген ол өзінің уақытынан бұрын істеу деген сөз емес. Ертелету деген сәл соған деген асығыстықты жүректен білдіру. Бұл туралы мухаддисиндер жазған, тамақ жеуге асығыстық туралы айтылып отқан жоқ бұл жерде. Суды ішіп алуға асығыстық туралы айтылып отқан жоқ бұл жерде. Бұл жерде амал бітіп ең соңында сыйлық алатын уақытқа асығу туралы айтылып отыр. Яғни, әбден ауыз ашар келген кезде, әлхамдулилля, Аллаға шүкір, осы күні бойы мен оразамды бұзып алмадым. Оразам ашылып қалған жоқ. Аман сау ауыз ашатын уақытқа келдім деп Аллаға шүкір айтатын уақытқа асығу. Алла Тағаладан берілетін сыйлық және мейірімділікке асығу болып саналады. Өйткені басқа бір сахих хадисте келді, ораза ұстаған мұсылманның екі қуанышты сәті бар. Біріншісі ауыз ашатын уақытында, екіншісі Алламен жолыққан уақытында. Бұл жерде де, Муслим риуаятындағы бұл жерде де ғұламалардың айтқаны, ауыз ашатын уақыты оған амал дәптеріне сыйлықтың жазылатын кезі, ал Алламен жолыққан уақытта сол сыйлықты алатын уақыты. Осы екеуі де мұсылман үшін қуанышты сәт болғандықтан, ауыз ашатын уақытта мұсылман ерекше түрде қай жерде ауыз ашуға шақырылсын және басқа болсын, ол жерде әдеп сақтау қажет. Сол әдептердің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздың алдында бір нәрсені, құрманы жеп, әлде болмаса су ішіп, одан кейін барып намазын оқып, одан кейін басқа тамақты жейтін еді. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қылған ісінде үлкен даналық бар. Намаздың алдында бір нәрсемен ауыз ашып алып, одан кейін намаздан кейін тамағын ішсе болады. Және тағы бір хадисте келген, ораза ұстаған адамның ауыз ашып отқан кезінде оған берілетін бір сәт бар, сол сәтте бір дұғасы қабыл болады деп келеді. Сол үшін әбден ауыз ашатын уақыт болған кезде дұғалар қабыл болатын кез болғандықтан, өзіңіздің дүние ақыретіңізді сұрап алыңыз. Барша мұсылмандардың дүние ақыретінің жақсылығын сұраңыз, Алла Тағаладан аманшылық сұраңыз. Барлық керекті болған нәрселерді осы ауыз ашатын уақытта сұрап алатын уақыт.